Армысыздар, қадірлі көрермендер. Зеленский мен америкалық тарап арасындағы Сауд Арабиясындағы келіссөздердің екінші раунды аяқталды. Нәтижесінде украиндықтардың қауіпсіздік кепілдігі туралы түпкілікті талаптарын толығымен тапсырылды деп және бірте-бірте атысты тоқтатуы жойылды. Оның орнына 30 күндік жаппай атысты тоқтату ұсынылды. Ендеше Путин өз тарапынан әскери әрекеттерді тоқтатуға келісу керек. Ендігі сұрақ, ол қандай жағдайда мұны істеуге дайын? Бұл жағдайда Путинге екі нәрсе керек. Қақтығысты тоқтату бұл жағдайда Ресей басып алған жерлерімен және 2 миллионнан астам жаңа халықпен қалады. Және санкцияларды алып тастау. Егер барлық тараптар біріншімен бейресми түрде келісуге дайын болса, онда Трамп санкцияларды алып тастауға шешім қабылдаса, Путиннің толық болмаса да сөзсіз ірі стратегиялық жеңісі туралы айтуға болады. Стратегиялық тұрғыдан алғанда Ресей ауыр санкциялар шеңберіне шығу керек. Әсіресе азаматтық авиацияда мысалы. Ол бар болғаны 3 жылдың ішінде өз ұшақтарының жартысынсыз қалуы мүмкін. Территориялардың көлемін ескере отырып, Ресейде көлік дағдарысы болады. Атысты тоқтату келісімі жасалғаннан кейін Путин үшін өзінің толық жеңісін және Украинамен соғыстық барлық мақсаттарына қол жеткізгенін жариялау үгіт насихат тұрғысынан өте маңызды. Алайда егер Ресей территориясының бір бөлігі, демек Курск, Украинаның бақылауында қалатын болса, бұл мүмкін емес. Путиннің Курскіге өзі ұшып барған себебі сол. Мұны әскери жолмен жасамайынша атысты тоқтату келісімін жасау кешіктірілетіні анық. Әйтпесе аумақтарды айырбастау туралы мәмілелер Украинаның қолындағы үлкен төңкеріске айналады. Немесе ол украиндық тұтқындар мен Украинадан ұрланған балаларды қайтару үшін оны алу мүмкін. Қалай болғанда да бұл ақш пен Мәскеу арасындағы бүгінгі келіссөздерде қазірдің өзінде мәмілеге айналады. Соған қарамастан бітімге келу ықтималдығы жоғары. Бұл ретте Еуропалық одақтың ұстанымы түріндегі маңызды шешілмеген құрамдар бөлік бар. Еуропа Украинаға қауіпсіздік кепілдігін беруге және оған өз әскерін енгізуге дайын. Бұл Кремльдің қарсылығына қарамастан орындалатыны анық. Екіншіден, еуропалық санкциялардың өзі және Ресейдің бұғатталған шоттары бар. Жағдайдың бірегейлігі Еуропа мен ақш-тың позициялары Украина мәселесі бойынша да Қытай қарым-қатынастары тұрғысынан да ерекшеленеді. Мұнда Трамп Қытайға қарсы күреске шоғырлану үшін соғысты тоқтатқысы келеді, ал Еуропа Қытай мен сауданы жалғастыруға дайын. Қазақстан үшін Еуропаның ұстанымы өте маңызды. Олардың Украинада еуропалық әскерлердің болмауы, оның НАТО-ға кірмеу туралы әңгімелеріне қарамастан, мұның бәрі Кремль үшін екінші дәрежелі. Өйткені Ресей қауіпсіздігінің басты кепілі оның ядролық арсеналы болды да және болып қала береді. Негізгі мәселе Украинаның бір бөлігін оккупацияланғаны үшін Ресейге қарсы санкцияларды алып тастау және өйткені жойылған жағдайда басқа елдердің жаңа аумақтық аннексияларын ынталандыру үшін қауіп тудыратын прецедент пайда болады. Трамп қазірдің өзінде Гренландия мен Панама каналының аннексиялағанын жариялап және бұл автоматты түрде Бейжіңнің Тайваньда әскери аннексиялау құқығын білдіреді. Трамптың жаңа саясатымен әлем банальды ретро отаршылдық деп кезеңіне өтуде, онда физикалық күштермен басқа мемлекеттер тиісті қорытындылар жасау керек. Бұл заңдылық пен тәртіптің емес, сіздің қарулы күштеріңіздің физикалық күшінің әлемі болады және Қазақстан әрине күлкілі аз болып қалатын қару жараққа жұмсалатын шығынды көбейтіп қана қоймай, бүкіл армияны реформалап, жаңа одақтар құруы керек. Сізбен бірге Орталық Азия елдерінің зерттеу орталығынан C5+ директоры Қуат Домбай болды.